Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге осындай дәмі ауызда еритін морковный торттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бізге қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Олардың барлығын описаниеге жазып қойдым. Жарып, үстінен қант қосып, миксердің ең төменгі біріншісінен бастап жайлап миксерге бастаймыз. Миксерлеп жатқан кезде ең мән беретін зат бұл ең жай жылдамдықтан бастап жоғары қарай көтере береміз. Осылай ең соңында әппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Сұйық майымызды қосып, тағы да 1-2 рет миксерлеп жібереміз. Енді бізге миксердің қажеті жоқ, үстінен үккіштен өткізілген сәбізді қосамыз. Сәбізіңіз бұдан да майда үккіштен өткізсеңіздер жақсы болады. Үстінен грек жаңғағын қосамыз. Грек жаңғағын блендерден өткізіп жібермей, пышақпен турап алғандарыңыз жөн. Ұнға қопсытқышпен соданы салып араластырамыз. Сосын барып массаға 3 бөлікке бөліп қосып, астынан үстіне қарай жайлап араластырып аламыз. Бізге осылай 2 мешок керек болады. Массаны теңдей етіп, екеуіне бөліп аламыз. Начинкасын дайындаймыз. Начинкасына творожный сырға жұмыртқа қосып, үстінен сахарный пудра қосып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Осындай әдемі бір келкі масса шығу керек. Форманың диаметрі менде 26 см. Осылайша бірінші массаның ұшын қалың емес, жұқа емес қылып кесіп, бір келкі етіп жайып шығамыз. Үстінен начинкасында осылайша бір келкі етіп жайып, үстінен түзулеп шығамыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалуға болмайды. Оның үстінен екінші бөлігімізді де дәл осылай жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 160-170 градуста 40-50 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскенін шпажға тығу арқылы білсеңіздер болады. Толықтай суығаннан кейін ғана формадан аламыз. Осындай нежный түрде әдемі болып шығатын тортты сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнады деген ойдамын. Сіздермен болған